Ассалаумағалейкум достар. Міне біз түйінді қалай шешу керек екенін көрсетемін қазір. Бұл түйінді шешу үшін бізге не керек? Балға керек және мынандай брайтон керек. Немесе орысша отвертка. Мен жаңа мына бір шетін шештім. Балғамен ұру керек. Жұмсартып. Сосын отверткамен шығып ағытамыз. Ешқандай суға салудың қажет жоқ. Ешқандай майлаудың қажет жоқ. Қиюдың қажет жоқ пышақпен. Сол. Бұл затяжной трос дейді орысша. Грузовой жүкті, прицептегі жүкті тарту үшін арналған. Бірақ бұны қыста машине қарға тығылған кезде қарда түйін қылып байлап сүйреген ғой, машине фураны сүйреген. Қазір достар, осымен көрсетем қалай ағыту керек екенін. Қарап отырыңыздар. Аямай ұруға береміз. Бұдан ана түйін босау керек. Еш зиян жоқ, қатып тұрғаннан. Бір орыннан ғана ұрмаймыз, әр жерінен ұрамыз. Астына өзі ременнің өзін қойса болады астына. Өзі ұрған кезде білінеді, босағаны, жұмсарғаны. Ұрған кезде білінеді. Міне, отвертканы тығамыз, бұрағышта. Міне, шығып келеді. Біреуін шығарып аламыз, екіншісін шығарып аламыз. Сөйтіп, түгел ағытылады. Осы қолмен де тартуға болады. Қолмен кетті. Қолмен де босайды. Тас топ қатып атқан түйіне балғамен отвертка бұрағышпен босатып алдық. Міне шешілді. Көрдіңіздер ме, достар? Менің арнама жазылыңдар. Осындай пайдалы нәрселерді айтып отырамын.